мынандай мәліметтер. Қалай не үшін? Мен сенің клиентің болайын деген. Не үшін дейсің ба? Қазақ тілі не үшін дейсің ба? Сен қазақсың ба? Иә. Аха, мемлекеттік тілі қандай? Қазақ тілі. Сонда неге сондай сұрақ қоясың? Не үшін? Жоқ бізде только орысша. Енді істеу керек қой, бауырым. Хорошо. Жарай ма? Бастықтарына айт, мына жерге қазақ тіліне істейсің. Ресейде жүрген сияқты болдық, Ресейде. Не үшін дей ма? Қазақтарға өзімізге керек емес, не үшін? Мұнда бүкіл не, қара. Ақпараттар. Тек орыс тіліне. Сізде ақпарат тек орыс тіліне, қазақ тіліне. мемлекеттік тілде сөйлейтін қызметкер жоқ па? Сәлеметсіздер. Қазір 1 минут, мен қазақша совсем мало понимаю. Я сейчас консультанта приглашаю. Шақырыңызшы. Даже мына қараш. Сканируйте. Консультант келеді деді ғой. Короче, он их просит, чтобы они с нами по-казахски пообщались. Не может сам. Старший менеджер не может. Ну, я люблю только со старшими менеджерами разговаривать. И у меня сегодня такой день, я на родном языке сегодня разговариваю. Сможете мне поделиться? Жаңа қазақша сөйлейтін, мемлекеттік тілде сөйлейтін не бар ма? Қызметкер бар ма? Сіз ба? Уағалейкум ассалам. Менің сұрағым бар еді, сіздерде көрнекті ақпарат қазақ тілінде жоқ болып тұр, мемлекеттік тілде. Тұтынушылар туралы заңның 21-ші бабына сәйкес, тіл туралы заңның 21-ші бабына сәйкес, көрнекті ақпарат қазақ тілінде болу керек ма? Баға көрсеткіштері болсын, кез келген ақпараттың бәрі мемлекеттік тілде болу керек ең алдымен. Сіздерде жоқ болып тұр. Сіздер басшыларыңызға жеткізуіңіз керексіздер біздің арыз шағымымызды. Түсінесіздер ма? Түсініп тұрмын. Рахмет.